Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қайнатылған картоптан жасалған лепешка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қайнатылған картоптың езбесі, өте ұсақ етіп туралған аскөк және көк пияз, ұн, сұйық май, тұз, қара бұрыш керек болады. Езілген картопымызға өте ұсақ етіп туралған аскөк пен пиязды салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан қоспаның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да бір қалыпқа түскенше араластырамыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Біздің араластырған ингредиенттеріміз бір келкі болғаннан кейін, қалауымызша тұз бен қара бұрышты саламыз. Барлық қоспаларымызды араластырып болғаннан кейін, ең соңынан ұнды електен өткізе отырып қосамыз. Ұнды електен өткізіп болғаннан кейін қасықпен немесе лопаткамен араластырамыз. Бұл процесстен кейін біздің қамырымыз бір келкі болу үшін жақсылап қолмен иілейміз. Содан соң үстелдің үстіне рулет тәрізді етіп жасап аламыз да, осы рулет тәрізді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осындай дөңгелекшелер жасаймыз. Біздің лепешкаларымызды дайындау үшін осындай дөңгелекшелер етіп жайғаннан кейін газымызды ақырын ғана қыздырып дайындаймыз. Міне бірінші салғаннан кейін, астыңғы бөлігі піскеннен кейін, келесі жағына осылай қалақшаның көмегімен аударамыз. Мына жерде газдың қасында тұрғандықтан камера дұрыс түсірмей тұр. Негізі кішкене қызарғаннан кейін аудара береміз. Тез піседі. Міне, бүгін біз сіздермен қайнатылған картоптан жасалған лепешка жасадық. Байқасаңыздар, өте жұмсақ және өте тез дайындалады. Әрі дәмді. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көргендеріңізге алғысым шексіз. Сіздермен болған Назерке.